Құрметті әріптестер, қазір бір әріптесімізге отказ келген мектептен, бірақ мектеп не үшін отказ берген деп ойласаңыздар, ұсыным хаттың жоқ болғанынан деген екен. Енді қараңыздар, мен бұйрықты ашып қарап отырмын. Бұл жерде қандай құжаттың міндетті емес екені жазылып тұрған жоқ, яғни бұл жерде жазылып тұрған жоқ. Тек қана оқу орнынан ұсыным хат, міне жас мамандарға ұсыным хат деп тұр. Оң ұсыным хаттың 3 балл, оң ұсыным хаттың болуы 3 балл деп тұр. Енді қараңыздар, НОБД-да бізде мынандай нәрсе бар. Яғни міне жұлдызшамен белгіленген деректерді жүктеу үшін міндетті, яғни жұлдызшамен тұрған құжаттар ол міндетті құжаттар. Көрдіңіздер ме? Бұл бізде міндетті. Диплом міндетті түрде, жаңағы 075 міндетті түрде, кадр есебі жөніндегі міндетті түрде, психонарко міндетті түрде. Тек қана еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі бар болса деп тұр. Ол жерде звездочка жоқ. Сонымен қатар білімге, жұмыс тәжірибесіне қосымша ақпараттар тоже ол жерде звездочка жоқ. Енді екінші бетіне өтеміз. Екінші бетінде міне оқу орнынан немесе жұмыс орнынан берілетін педагог лауазымы бойынша ұсыным хат деп тұр. Мына жерде звездочка бар ма? Звездочка жоқ, көрдіңіздер ме? Демек, сіздерде жоқ болса салмайсыздар. Әкімшілік және әдістемелік қызмет барлығы зауч болған жоқ қой, барлығы, жас маман болса да, жұмыс өтілі бар мұғалім болса да, бәрі зауч болмайды. Оқусы жөніндегі орынбасарлар міндетті түрде болмайды. Сондықтан бұл да міндетті емес. Біліктілік санаты міндетті, ғылыми дәрежесі тоже барлығы докторантура, магистратураны бітіріп келмейді ғой, ол да міндетті емес, көрдіңіздер ме? Соңғы 3 жылдағы кәсіби жетістіктер көрсеткіштері тоже, олар декретте болуы мүмкін, анда болуы мүмкін, мында болуы мүмкін, ол тоже міндетті емес. Ал курсқа дайындық ол міндетті, себебі сіз жыл сайын, 3 жыл сайын курс оқып отыруыңыз керек. Қандай да бір курс дайындығыңыз болу керек. Қоғамдық педагогикалық қызмет тоже тәлімгер, әдістемелік бірлестік жетекшісі деп шығады мына жақта. Тоже екінің бірі тәлімгер, екінің бірі мо жетекшісі, әдістемелік бірлестік жетекшісі бола бермейді. Сол сияқты міне звездочкасы жоқ құжаттар ол бізде міндетті емес. Және мектептеріңізге осы видеоны көрсетіңіздер. Тек қана ұсыным хат жоқ болғандықтан оқу орнынан или жұмыс орнынан сіздерге отказ беруге олардың құқылары жоқ.